Сәлем достар, біз бүгінгі сабақтан бастап сіздермен электрокардиограмма туралы талқылайтын боламыз, яғни ЭКГ. ЭКГ-ның ленталарын талқыламай тұрып, біз бірінші электродтарды қалай дұрыс орналастыру керек екендігі жайлы білуіміз қажет. Себебі дұрыс орналастырылған электродтар сіздің ЭКГ-ны оқуыңызға да және ертең дұрыс диагноз қоюыңызға да өз септігін тигізеді. Ең алдымен бізде 4 қалыпты тіркемелер бар. Олар қызыл, сары, жасыл және қара түсті тіркемелер. Енді осы тіркемелерді қайда орналастырамыз деген сұрақ. Қызыл тіркемені оң қолға, сары тіркемені сол қолға, жасыл тіркемені сол аяққа, ал қара тіркемені оң аяққа тіркейтін боламыз. Бірақ бұл тіркемелерді тіркемей тұрып, осы аяқ қолдарды және кеуденің электродтары тұратын орындарын спиртпен немесе қарапайым сумен өңдеп алуға болады. Және осы қызыл, сары, жасыл, қара электродтарды орналастырудың сіздерге ең жеңіл түрі мынаны қызыл, сары, жасыл, яғни бұл светофордың түстері, қарасаңыз, қызыл, сары, жасыл. Енді қызылды оң қолға бастайсыз, оң қолға, сарыны сол қолға, жасылды сол аяққа, ал соңғы қалған қараны оң аяққа тіркейтін боласыз. Яғни осы бағытпен жаттап алсаңыз сізге өте оңай болады. Келесі бізде өте күрделі бұл кеуде тіркемелері. Кеуде тіркемелерін В1-ден В6-ға дейін белгілеп алады. В1, В2, В3, В4, В5, В6 деп. Енді осы кеуде тіркемелерін дұрыс орналастыру өте маңызды. Себебі жүректің қай бөлігінде патология болып жатқанын осы арқылы анықтай аламыз. Ең алдымен бірінші кеуде тіркемесін орналастыруды сіздерге түсіндірейін. Бірінші кеуде тіркемесі төстің сол жақ қырымен, төс болса, төстің сол жақ қырымен төртінші қабырға аралықтың бойында орналасады. Яғни сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, төртінші қабырға аралықта қалай тауып аламын деген сұрақ туындауы мүмкін. Екі әдісі бар төртінші қабырға аралықты табудың. Бірінші әдісі бұл ер адамдарда емізік болады. Бұғана орта сызығының бойымен келген кезде ер адамдарда емізік болады. Сол емізіктің дәл асты 5-ші қабырға аралыққа тура келеді. 5-ші қабырға аралыққа тура келеді. Сіз осы емізіктің астын ұстаған кезде, өз қабырға аралыққа қолды пальпациялаған кезде ол ішке қарай енеді, ал қабырғаның үстін ұстаған кезде ол сізге қатты болып пальпацияда байқалады. Яғни 5-ші қабырға аралыққа келіп, сіз бір қабырға жоғарға қарай көтерілесіз. Яғни бір қабырға жоғарға көтерілсеңіз, ол сізде 4-ші қабырға аралықта білдіреді. Бұл 4-ші қабырға аралықты табудың бірінші жолы. Ал екінші жолы, оны сіз жоғарыдан бастап қабырға аралықты санап келесіз. Бұл кезде бірінші қабырғаны санамайсыз, себебі бірінші қабырға бұғананың астына еніп кетеді. Бұл жерде сіз пальпация жасаған кезде сразу бірінші қабырға аралыққа түседі қолыңыз. Бұғанадан кейін бірінші қабырға аралықты сіз ұстайсыз егер пальпация жасасаңыз. Содан бастап санайсыз бірінші қабырға аралық, екінші қабырға аралық, үшінші қабырға аралық және төртінші қабырғадан өткеннен кейін төртінші қабырға аралық деп тауып алуға болады. Яғни төртінші қабырға аралықта бірінші кеуде тіркемемізді орналастырамыз. Бұл бізде В1. Енді екінші кеуде тіркемесін орналастырамыз. Екінші кеуде тіркемесі В2 деп аталады. Ол тура осы бірінші кеуде тіркемесіне қарама-қарсы бағытта төстің сол жақ қырына қойылады. Тура бірге қарама-қарсы. Бұл қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Енді бірді екіні қойып алдық. Енді келесі біз үшінші тіркемені қоймаймыз, төртінші тіркемені қоятын боламыз. Оны қазір түсіндіремін. Қарап тұрсақ, бұғана көрініп тұр. Осы бұғананың дәл ортасынан төменге қарай сызық түсіреміз. Яғни бұл бізде бұғана орта сызығы деп аталады. Бұғана орта сызығының бойымен 5-ші қабырға аралыққа, мұқият тыңдаймыз, жаңа 4-ші қабырға аралықты айттым. Қазір 5-ші қабырға аралық. 5-ші қабырға аралыққа 4-ші кеуде электродын орналастырамыз. Яғни бұл 5-ші қабырға аралық бұғана орта сызығы бойымен. Енді 5-ші қабырға аралықты қалай табамыз дейтін болсақ, бұл ерлерде емізіктің дәл астында орналасады.
яғни төртінші кеуде тіркемесін қойып алдыңыз, бірді орналастырдыңыз, екіні орналастырдыңыз, енді төртті орналастырдыңыз. Енді екінші тіркеме мен төртінші тіркеменің дәл ортасына үшінші тіркемені орналастырасыз. Бұл да бір сізге лайфхак. Келесі, бірді, екіні, үшті, төртті, төрт тіркемеміз орналасты. Енді біз бесінші және алтыншы тіркемелерді орналастыруымыз қажет. Ол үшін бізде мына жерді қолтық асты деп алатын болса, қолтық астының алдыңғы, ортаңғы және артқы үш сызығы бар. Тура осы қолтық асты сызығының бойымен қолтық астындағы алдыңғы қатарына, яғни алдыңғы сызықтың бойымен біз бесінші тіркемені, ал қолтық астының ортаңғы сызығының бойымен алтыншы тіркемені орналастыратын боламыз. Ол үшін төртінші тіркемені орналастырдық бесінші қабырға аралыққа. Тура осы бесінші қабырға аралықтың бойымен, яғни сыртқа қарай пальпациялау арқылы біз қолтықтың алдыңғы сызығының бойымен бесті, одан ары қарай пальпациялап алтыншы тіркемені орналастыратын боламыз. Яғни бұл бесінші қабырға аралықтың бойымен орналасады. Себебі бұл жерде бесінші қабырға аралықта сіз пальпация жасау барысында, яғни қабырғалар былай тік орналаспаған ғой, олар кішкене былай қиғаш орналасады. Осыған орай бесінші, алтыншы тіркемелер кішкене қиғаштау болып орналасады. Ең алдымен қалыпты тіркемелер, бірінші, екінші, үшінші, немесе стандартты тіркемелер, одан кейін күшейтілген тіркемелер, AVL, AVF және AVR тіркемелері, және ең соңында V1-ден V6-ға дейінгі кеуде тіркемелері жазылатын болады осы ЭКГ-ның нәтижесі барысында. Әр тіркемеде 4 реттен кем емес цикл жазылады. Келесі сабақтардан бастап біз сіздермен ЭКГ ленталарын талқылайтын боламыз. Яғни осы ЭКГ ленталарында осы сызықтар қалай пайда болып жатыр, мысалы мынау не, ал мына сызық не деген сияқты. Осы ЭКГ ленталарын толық сіздермен талқылайтын боламыз. Келесі сабақтардан бастап біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Яғни бұл каналдың әрі қарай дамуына өз септігін тигізеді. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше.